Сәлеметсіздер ма? Бүгін шамалар арасындағы тәуелділіктің графикпен берілу тәсіліне тоқталатын боламыз. Бұл біздің оқулығымыздың 157-ші бетінде тұр. Сонымен есеп. Қарағайдың 1 дециметр кубының массасы 0,5 килограмм болса, онда көлемі 2, 3, 4, 5 дециметр куб болғандағы қарағайдың массаларын табу графигін сызылайды. Сонымен ол графикке бармас бұрын біз алдымен осы берілген айнымалылар бойынша кесте құрып аламыз. Кесте дайын. Енді осы жерде екі айнымалы бар. Біреуі бізде көлемге байланысты масса ауысады. Сонымен көлемді алайық. Ол дециметр куб бірлігі және масса. Масса бізде килограмм. Сонымен бірінші 1 дециметр куб, 2, 3, 4 және 5 дециметр кубтердегі қарағайдың массасын табайық. Бір болған кезде есептің берілгендегідей ол жерде 0,5 болған. 2 болса көбейтеміз 2 немесе қосып береміз 0,5. 1 болады сонда, 3 болғанда 1,5 болады, 4 болғанда 2 болады, ал 5 болғанда 2,5 болады. Осылай әрбір көлемге сәйкес біз массаларын тауып алдық. Енді осының графигін салу керек. График салу үшін бізде екі айнымалы, біреуі тәуелсіз айнымалы, екіншісі тәуелді айнымалы. Көлем тәуелсіз айнымалы, оны біз тікбұрышты координаттар жүйесінің абсцисса осіне белгілейміз. Абсцисса деген x ос, OX ос. Соған көлем тәуелсіз айнымалы. Ал тәуелді айнымалыны біз тікбұрышты координаттар жүйесінің ордината осіне, яғни OY осіне белгілейтін боламыз. Содан кейін қарай жаңағы берілген тәуелсіз айнымалының мәндерін жазып қойдым. Соған сәйкес келетін тәуелді айнымалының мәндерін жазып шығамын. 0,5. Оларда арасындағы интервалдар бірдей, сондықтан бірдей аралықпен жүре беруге болады. 1, 1,5, 2, 2,5 қадамдар демекшім ғой. Содан кейін енді сәйкесінше 1 болғанда 0,5 болды. Сол жерін тауып аламыз. Тікбұрышты координаттар жүйесінде нүктені белгілеуді біз білеміз. Және 1 болған кезде 2 болған кездегі алатын мәнін, 3 болған кездегі алатын мәнін, 4 болғандағы 2 болған ол кезде және 5 болғандағы алатын мәндерін белгілеп нүктелерді алып алдық. Сәйкесінше 1-де 0,5, 2-де 1, 3-де 1,5, 4-де 2 және 5-де 2,5 деген нүктелерді алып алдық. Енді осы нүктелердің біз арасын кесінділермен қосатын боламыз. Сонымен осындай түзу сызық шықты. Бұл бізде шамалардың, яғни қандай шама? Көлем мен массаға қатысты шамалардың графикпен берілуі. Ал мынау сызылған сызық біздің жаңағы көлемнің өзгеруіне қарай массаның сәйкес келетін мәндерін кез келген жерден біз таба аламыз. Яғни сұрақ бізде егер қарағайдың көлемі 4 дециметр куб болғандағы массасы неше десе, бірден біз барамыз да 4-ке сәйкес келіп тұрған Y-тің бойындағы нүктені табамыз. Яғни массаның бойындағы. Сонда 2, яғни 2 килограмм екен. Ал 5 дециметр кубта ол 2,5 килограмм болып тұр екен. 2 дециметр куб көлемде ол 1 килограмм екен массасы. Осылай графиктен кез келген нүктеден біз сұрап ізденімді мәнді тауып аламыз. Бұл бізде тәуелділіктің кестемен берілуі.